Құрметті көрермен, бүгін біз сіздермен қызылша ауруы туралы өтетін боламыз. Қызылша ауруы қазіргі таңда өршіп тұруына байланысты өздеріңізді, балаларыңызды, туысқандарыңызды, достарыңызды аурудан сақтай аласыздар. Сондықтан да бүгінгі шыққан бағдарламаны соңына дейін көріп, құнды ақпаратты жіберіп алмаңыздар. Қызылша туралы бәріміз нені білуіміз керек? Қызылша вирус арқылы қоздырылып, ауа тамшылары арқылы таралатын жұқпалы аурулардың бірі. Қызылша кезінде клиникалық көріністердің әртүрлі болатынын білу өте маңызды. Атап айтқанда, қызылша дене температурасының жоғарылауымен, жоғарғы тыныс жолдарының, көздің шырышты қабаттарынан катаралды қабыну өзгерістерінің пайда болуымен және шырышты қабықта, ауыз қуысында және теріде ерекше дақ папулезді бөртпемен сипатталады. Қызылшаны жұқтыру қаупі кімдерде басым? Қызылша барлық жастағы адамдардың денсаулығы мен өміріне қауіпті. Бірақ 1 жастан 5 жасқа дейінгі балалар әлі қалыптаспаған иммунитеттің ерекшеліктеріне байланысты ауырып қалу қаупі жоғары болады. Соның ішінде екпе алмаған ерте жастағы балаларда инфекция жұқтыру қаупі жоғары. Әсіресе бүгінгі күні көріп отырғанымыздай, егер анасы қызылшамен ауырмаған болса және вакцинациядан кейінгі иммунитеті қалыптаспаса, бұл 1 жасқа дейінгі балалардың әртүрлі ауыр асқынулардың, соның ішінде өлімнің даму қаупі өте жоғары. Қызылша ауруын жұқтыру қаупі барлар халқымыздың вакцинацияланбаған топтары, балалар, жасөспірімдер және ересектер. Соның нәтижесінде жүкті әйелдер де инфекцияны жұқтыру қаупі жоғары. Қызылшаның симптомдары ОРВИ сияқты. Қызылша екенін қалай ажыратамыз? Қызылшаның ерекшелігі кезең-кезеңмен пайда болады. Қоздырғыш, яғни қызылшаның қоздырғышы адам ағзасына түскеннен кейін аурудың инкубациялық кезеңі басталады. Ол 7-21 күнге созылады. Инкубациялық кезең дегеніміз ол жасырын кезең деп аталады. Яғни бұл кезеңде аурудың белгілері көрінбейді және науқас денсаулығының нашарлауына шағымданбайды. Осыдан кейін катаралды кезең басталады, бірақ инкубациялық кезең аяқталған соң дереу катаралды кезеңнің басында температураның жоғарылауына, жөтелге, мұрнынан су ағуға, бұлшық ет пен буындарының ауырсынуына шағымданады. Міне осы кезде көбісі ОРВИмен шатастырып алады, яғни ОРВИға күдіктене бастайды. 2 күннен 5 күнге дейін созылатын катаралды кезеңде әдетте ОРВИ диагнозын қойып жатады, кейде аденовирусты инфекция диагнозын қойып жатады. Осы кезеңде ауыз қуысының шырышты қабығын қарау өте маңызды. Сол жерде спецификалық белгілер, яғни белгілі бір ауруға тән және соңғы диагнозды қоюға негіз болатын симптомды айтамыз. Ақшыл бөртпелерді көреміз. Бұл бөртпелер Белский филатокоплик дақтары деп аталады. Ал егер олар бар болса, онда бұл қызылшаның бастауы деп сенімді түрде айта аламыз. Суретте көріп отырғандарыңыздай, Белский филатокоплик дақтары, яғни ақшыл қызыл болып көрініп тұр. Осыған мән беріңіздер. Келесі кезең бөртпелердің қалыптасу кезеңі деп аталады. 5-ші күні адамның терісінде бөртпелер пайда болады. Бөртпелер жоғарыдан төмен қарай таралады. 1-ші күні бастың шашты бөлігіне, ауыз қуысының шырышты қабатына, құлақтың артына және кеуденің жоғарғы бөліміне бөртпелер шығады. 2-ші күні кеудеге, арқаға толығымен шығып, 3-ші күні қол мен аяққа таралады. Қызылша кезінде шығатын бөртпенің ерекшелігі, бөртпелер бірігуге бейім, арасы бір-біріне тығыз жайылған дақтар түрінде мол ашық қызыл бөртпе ретінде көрінеді. Қызылшаның бөртпесі теріде 1-1,5 апта сақталады және дақты папулярлы сипатта болады. Пигментация немесе 4-ші кезең, ол да жоғарыдан төмен қарай кезең-кезеңмен жүреді. Дақтар қоңыршыл түске боялады, кейін қоңыр болады. Бұл кезең әр адамда әртүрлі өтеді. Шамамен ұзақтығы 10 күннен 14 күнге дейін созылады. Суретте көріп отырғандарыңыздай, бұл уже пигментация кезеңі, яғни науқастың дақтары қоңыр түске уже боялған. Қызылшаның асқыныстарын тағы да атап өтсек, қызылшаның асқыныстары әрдайым жақсы аяқтала бермейді. Көбіне 5 жасқа дейінгі балалар мен 20 жастан асқан ересектерде вирустардың бүкіл денеге таралуы және бактериялық инфекцияның қосылуы салдарынан туындауы мүмкін. Асқынулардың даму қаупі жоғары.
Қызылшаның асқынуы аталған кезеңдердің кез келгенде пайда болады, және асқыну неғұрлым ерте пайда болса, қызылша соғұрлым ауыр өтеді. Қызылшаның асқыныстарына тоқталсақ, біріншіден ларингит, көмейдің қабынуы сияқты асқынулар. Ол балаларға тыныс алудың қиындауы кезінде көмейдің стенозы дамуы мүмкін. Қызылша крупы, ісіну нәтижесінде кеңірдектің таралуы дамуы мүмкін. Бұл сонымен қатар ауыр тыныс алу бұзылыстарына әкеледі. Стоматит, ауыз қуысының шырышты қабығының қабынуы дамиды. Ол кезде балалар тамақ іше алмайды және шамадан тыс көзден жас ағу болуы мүмкін. Балаларда трахеобронхит, сонымен қатар отит дамуы мүмкін. Отит ол есту қабілетінің жоғалуына әкелуі мүмкін. Ең қауіптісі науқаста қызылша менингиті. Ол ми мен жұлынды зақымдайтын бактериялық ауру болуы мүмкін, ал ересектерде гепатит пен пневмонияға шалдығып жатады. Қызылшаның ең ауыр асқынуға жеделдеу склероздаушы панэнцефалит жатады. Бұл қызылшаның ең ауыр асқынуы. Бұл ауру мидың қабынуымен басталып, соңы өлімге әкеледі. Суретте көріп отырғандарыңыздай, осы панэнцефалитке шалдыққан балаларды көресіздер. Яғни мида дегенеративті өзгерістерге ұшыраған. Бұл уақыт өте келе пайда болатын ауруға жатады. Яғни қызылшамен қазір бала ауыратын болса, бірнеше жылдан кейін ол балада осындай асқыныс болуы мүмкін. Сондықтан да құрметті көрермен, өздеріңізді, балаларыңызды және достарыңызды бұл аурудан сақтаңыздар. Құрметті көрермендер, бүгінгі бағдарлама сіздерге ұнаған болса, бағалап, лайк басып, комментарий жазып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.